Қызылмия тамыры сипаттамасы және емдік қасиеттері. Қызылмия несімен пайдалы және оның қолданылуы. Қызылмия ауа тамыр, бронх, шырышының бөлінуін арттырып, осылайша жөтелге әсер етеді. Мия пневмония кезінде құрғақ жөтелді емдеуге, бронх қабынуынан туындаған жөтелде, жамбас, тонзиллит, туберкулез, көмейдің қабынуы кезінде дауысты қалыпқа келтіруге көмектеседі. Мия қабынуға қарсы әсерге ие. Ол жинау кезінде басқа шөптердің әсерін күшейтеді. Қызылмия тамыры бүкіл тыныс алу жүйесін тазартуға өте жақсы көмектеседі. Себебі, мия тамырында қақырықты түсіргіш тазарту қасиеттерінен басқа, вирусқа қарсы және антипротозой белсенділігі бар. Сондай-ақ қызылмия қалтырау, тынышсыз жағдайларда жақсы көмектеседі. Ол тегіс бұлшықеттер түйілген кезде де қолданылады. Жалпы қызылмия гипотония кезінде жүрек қан-тамыр жүйесінің жұмысын қалыпта ұстауға және қалқанша безі ауруларымен күресу кезінде көмектеседі. Бұл өсімдік екі типтегі қант диабеті кезінде ұйқы безінің жақсаруына ықпал ететін инсулиннің өндірілуін арттырады. Және мия тамырының тәтті дәмі тамақтануда қантты алмастыра алады. Ерте кезде қызылмияның ағзаға түскен токсиндерді бейтараптандыру үшін қолданылуы мүмкін екені белгілі болды. Себебі оның құрамына кіретін глицеризин көптеген улардың әсерін бейтараптандырады. Әсер ету бойынша ол бүйрексті бездерінің гормондарына ұқсас. Сол қасиет мияның дерматит, есекжем, теңгеқотыр, бронх демікпесі, жүйелі қызыл жегі, жедел есекжем, диатез секілді аллергиялық ауруларды емдеуіне ықпал етеді. Әсіресе осы мақсаттарға глицерин препараты бөлінген болатын, ол аллергиялық реакцияларды, қандағы эозинофилдердің санын азайта отырып, бронхтардың жиырылуын, балаларды емдеуде кеңінен қолданылады. Қызылмия онкологиялық ауруларды емдеуде, әсіресе химия курстарынан кейін өте маңызды болатын онкологиялық жасушалардың өсуін тежейді. Сондай-ақ күрделі жинақтардағы мия тамырын қуықалды без аденомасы, бүйрек және зәр шығару жолдарының аурулары, асқазан ішек жолдарының аурулары, омыртқа мен буын аурулары, артрит, ревматизм, коксартроз, омыртқа және басқа буындардағы диск жарығын, остеохондроз, онкологияда қолданатын сәулелік терапиядан кейін және ағза радиацияның әсеріне ұшыраған кезде қолданады. Мия тамыры адам тамыр сияқты антидепрессантты қасиеттерге ие. Бұл жағдайда ол созылмалы шаршау кезінде орталық жүйке жүйесінің сергектігін сәтті көтереді. Жапонияда қызылмия тамыры темекіге деген тәуелділікті емдеу үшін азық-түлік қоспасы түрінде қолданылады. Ол иммунитетті, дененің жалпы қарсылығын жақсартады. Сонымен қатар, қызылмия шамалы іс жүргізетін әсерге ие, оны із айдататын құралдардың құрамына қосады. Мия тамырымен жасалған өнімдерді асқазан ішек жолдарының ауруларын, қыжылды басу үшін, тағамды жақсы қорыту үшін, қандағы қант деңгейін төмендету, холестеринді қалыпқа келтіру және атеросклероздың алдын алу үшін қолданған жақсы. Мияның әсері кейбір гиполипидемиялық препараттардан да асып түседі. Мысалы, глицеризин холестеринмен байланысады да, оны ағзадан шығарып тастайды. Бұл әсіресе біздің заманда қажетті қасиет болмақ. Ал қызылмия тамырына жібітілген алманы үнемі тұтына отырып, етеккір келетін кездегі синдром белгілерінен, күйзелістен құтылуға болады, және ол ас қорыту процестерін қалыпқа келтіріп, тіс жегі мен ауыз уылуының алдын алады. Ежелгі уақытта қызылмия тамыры бала көтертпейтін дәрілер құралы ретінде қолданылған. Кейінірек зерттеулер мия тамырының фракциясының жоғары эстрогендік белсенділігін растады. Сондықтан жүктілік кезінде мия тамырын қолданудан аулақ болу керек. Қызылмия қандай қарсы көрсеткіштерге ие? Ең алдымен, бұл өсімдікті гипертония кезінде қолдануға болмайды. Өйткені мия тамыры қан қысымын көтереді. Ал оны ұзақ уақыт қолданған кезде ісіну мен қан қысымы жоғарылауы мүмкін. Сонымен бірге, жүрек жеткіліксіздігінде де мия тамырын тұтыну ұсынылмайды. Қызылмияны жүктілік кезінде қолдануға болмайды. Оның үстіне мия тамырын ұзақ уақыт пайдаланғанда құмарту сезімі әлсірейді және сүт бездерінің ісінуі дамиды. Сондай-ақ мия тамыры ағзадағы сұйықтықты ұстап тұрады, ал бұл ісік пен веноздық жеткіліксіздіктің туындауына әкелуі мүмкін. Видео ұнаса арнама тіркеліп, өз пікіріңізді білдіре кетіңіз. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Рахмет.